әбден қасқыр ене ғой енді тұрып шығар. Біз ештеңе етпейді. Басқасы бітіп соға тәрбиелей беріңіз. Ұстаз інім түс көріпті, бір аяғы ұзын, бір аяғы қысқа дейді. Охо. Бүйтіңіз, дайрекке жазыңыз, мен есіме салып түсті, жауап айтып беремін. Ұстаз, кейде айлығымыз жетпей қалғанда ретке тамақ аламыз, сол қаншалықты дұрыс? Бір имамдар айтты, күнә деп дейді. Тамаққа жетпей қалғанда алып жей берші. Бір кейде сондай сұрақтар табастарда, вообще бір күнә істемей, бір Африкада джунглиде тұратындай, Сахара Такламаканда тұратындай, Қытайдағы Такламаканда тұратындай сөйлейсіздер де кейде. Вообще күнә көрмейді, харам дегенде бүйтіп қарап, харам дегенде бүйтіп қарап. Бір күнә істемейтін екі адам, вообще әйел көрмеген ғой, қысқа юбка мен былай шаш ашылған әйел көрмепті екеуі. Сосын екеуі жолға шығыпты, бір қалаға барып келейік депті. Бір-бірін айтты, көрсек, бүйтіп бетіміз жауып жүрейік, астағфирулла деп. Сосын екеуі жүріп келатыр, әйел жоқ. Бір уақытта біреу субханалла депті. Сөйтсе анау қайда деп іздепті ғой. Сол сияқты сіздер бір өмірде бір күнә істемей, вообще бір сондай кеше ғана гитара сияқты да. Айналайын, өзі әр нәрсе жөнімен болады ғой. Дұрыс, біз сенің жағдайың жақсы болып тұрса, саған ешкім кредитке кірмейді, жетіскеннен ешкім кредит алмайды. Сұрақтыңыз айтып тұр, тамаққа қиналу, тамақ жоқ дейді. Шариғатта керек десеңіз процент тамақ алған адамға жүрмейді. Аштан өліп баратқан адам, ешкім қарызға ақша бермесе, онда міндетті түрде жанын сақтау үшін процент алуға болады деген шариғаттың үкімі бар. Күйеуімнің атын толық айту шарт па? Мысалы Сайдак бар, Сайдак деп айтады. Енді Сайдак десең болады, Жайдақ деп айтып бұрмаламасаң бола береді. Ештен кетпейді. Енді Сайдак дегеннен гөрі Сайдакты бұрмаланып мазақ болып бітер. Сол үшін кішкене қожайын деп айтсаңыздаршы. Біздің үйдің қожайыны, мен посты бекер саған жоқпын, патшам деп айтыңыз. Мұрны бір көтеріліп мәз болып қалсын, ой, менің қатыным мені патша деп айтады деп достарының алдында қалай көтеріледі білесіз бе? Қайдан білесіз қанша жыл өмір бар екен? Енді осы жақын арада, мысалда енді Алланың тағдыры, дүниені өтіп кетсе, мәз болып кетеді де өмірден. Әйелі бүйтіп алақанына салған. Тура сол сияқты әйелі күйеуін алақанына салса, бұдан артық қандай махаббат керек сіздерге? Айтшы, патшам десеңіздерші. Өткені мен постыма біраз әйелдер менің патшам деп аккаунтын белгілеп қойып, сонда риза болдым. Машалла. Сөйтіңіздер. Ана атын айтқанша, атын айтпаңыз. Атын ана жынданғанда айтасың. Бір жынданып, бір кейде бір болады ғой енді, ақша бермей қояды. Сол кезде енді айтып қойсаң ештеңе етпейді. Басқа уақытта құрметпен айтыңыз. Банкта жұмыс жасаған харам ба? Жоқ. Кеш жарғаға 49 жастан мүшелге кіреді ма, шығады ма дейді. Қандай амалдар жасау керек? 49-да шығады. Қандай амал жасау керек? Намаз оқу керек. Патшам деп айтсам болмайды дейді жолдасым. Ақша сұрайды деп ойлап қалып жатыр да ол. Сөйтіп патшам деп айтсаң, что-то мынау подозрительно, или бір нәрсемді біліп қойды ма? Мен ұйықтағанда соткамның паролін біліп алды ма? Наверное, пароль тастап алды деп ол қорқады. Сразу айтқаннан қорқады. Сіздер былай постепенно айтыңыздар. Сразу айтсаң, анау бәріміз ойланып қаламыз. Что-то мынау бір нәрсемді көріп қойды ма, қалтамда тыққан ақшам парольді біліп қойды ма деп қорқады. Сөйтіңіздер. Алла разы болсын, жазылып қойыңыздар, подписаться деп, Алла разы болсын, кез келген кезде хабар алып тұратын боласыздар. Алла разы болсын. Қазақша намаз оқуға бола ма дейді. Қазақша деген переводымен оқысаңыз намаз болмайды. Аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын, Аллаулық деп қазақша намаз болмайды ол. Бұл прикол болады. А намазша, намаз арабша оқылады. Мағынасын түсінсең де, мағынасын түсінбесең де, яғни араби сөздермен оқылады. Күйеуім хиджаб киюіме қарсы, шығып кисем бола ма? Әлде күйеуім не десе соны істеуім керек па дейді. Ата енем де қарсы дейді.
күйеуіңнің бәрін айтқан істей бересіз ба не? Күйеуің айтса барып асыл бөліп қалды десе асыл бөліп қаласыз ба? Мен тоқал аламай жүрмін, маған басқа бір ұнап қалды десе, бәрін істейсіз ба не? Жоқ қой, олай істемейсіз қой. Содан күйеуге өз орамал тағудың да өз реттігімен келіңіз. Қатты ерегіспеңіз. Ұрып тепкілеп басын жарып салмасын сол орамал үшін. Қарап көріңіз. Не бір еркек бар. Жүре берсең, көре бересің деген осы екен ғой. Осы сөздің жалғасы бар. Көре берсең, көне бересің дейді. Мен сұрағымды оқыңызшы дейді, көрмей қалдым. Сұраңыз, намазхан адамдар танысатын приложение бар екен дейді, білесіз бе дейді. Жоқ. Көкпар Федерациясы дейді, Алла разы болсын. Енді білмеймін ол қаншалық дұрыс екенін, бірақ енді қалай болғанда да қыз балалар тұрмысқа шығу керек деп есептеймін. Сіз менен қантип жолықсақ болады дейді. Алматы шаарындабыз. Ошо Алматы шаарына келсеңіз, жолғалы. Стас, қандай қызды келіншек еткен дұрыс дейді. Өз сырым тұрады өзі. Мен келіншек қыш деп сырам тұрады, соны келіншек қыл. Келіншек болмай мен саған дегенде келіншек қылма. Өз сұрағыңды өзің жауап беріп тұрсың. Аға түсімде пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламды зиярат етіп басына барып дейді, қасиетті Меккеге барсаң нені білдіреді дейді. Вах. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан, кімде-кім оны түсінде көрсе, мені анық көрді дейді, және екінші бір хадисінде ол адамның ақыры жақсы болады деп келеді. Ол жақсы нәрсе жаным. Бірақ ақырым жақсы болады екен деп арақ іше берме. Бәрін қой, өзгер, жақсылыққа бұрыл жаным. Құтты болсын, мабрук деп айтылады. Әйел адамдардан қандай ұстазды айта аласыз, сіз секілді дейді. Мен секілді білмеймін енді. Көріңіз састырып. Наскиден дәрет өтеме дейді, өтпейді. Игроман болған ініңізді қойдыру үшін өзінен талпыныс болу керек. Шейттерден дейді, кішкене сауаттырақ жазыңыздар. Енен баласын қызғана береді, не істеу керек дейді. Ол баланы жақсы көреді. Сен де ол баланы жақсы көресің. Екеуің бір адам жақсы көресіңдер. Сол екеуің келісіп жақсы көріңдер, болды. Кішкене былай жол беріп тұр. Бір есікке таласып жатсыңдар екеуің. Сен кішкене жол беріп, сөйтсең ортаға келесің жаным. Сен де балаңды жақсы көретін боласың, кейін ештеңе етпейді. Мамаң немере керек дейді, тез арада үйленіп дейді, балалы болсам болама, бірақ өзіме бәрібір дейді. Жоқ, үйленуге болмайды саған. Сен біреудің обалына қаласың, семьясын бұзасың, семьяң бұзылады. Қазірден сен ниетің дұрыс емес, сен жанұяң қалыптаспайды жаным. Мама үшін, дос үшін, қиналған үшін, денсаулық үшін, нәпсіңді қандыру үшін үйленгеннің барлығының түбі ажырасу болады. Әйелді шешең үшін алма, әйел саған керек. Сен алып тудырып, оны міне айттың ғой, қатын ал дедің, алдым, бала тудыр дедің, тудырдым. Болды, енді отыра бендер екеуіңді екеуін тастап, көшеге қаңып кетіп қалсаң. Басқа нәрсеге. Сол әйелдің тағдыры не болады? Кейін ол бала сен тудырған балаң 35-ке келгенде келесің сүмірейіп. Даладан қаңып бітеді, денсаулығың бітеді, ресурсың бітеді, ақшаң бітеді, ауру табасың, сен келесің үйге сүмірейіп. Келген кезде сол әйел сені қалай қарсы алу керек? Келді біздің қаңғы басы, жаным келді дей ма? Жоқ жаным. Сені өте ренішпен қарайды. Қарағандыға алдымызда қаптарда сапарым бар. Қарағандыда қабылдау өткіземін, Құда қаласа. Астана қаласы бар. Біраз жерде кездесулеріміз бар. Стамбул бар. Мағриб намазда 4-ші рәкағатты оқып қойсаң, намазды қайта бастау керек па? Егер сәждеге жеткенше есіңе түссе, намаздан шығасыз да қайта басынан оқисыз. Намаз сәждеге жеткеннен кейін есіңізге түссе 4-шіде, онда намаз бұзылады. Ал сәждеге дейін есіңе түссе, отыра қаласында сәжде сahумен бітіресіз.
өлгеннен кейін дейді, өмір бар екенін дейді, білеміз дейді. Амин. Сол өмірде қанша жаста тірілеміз дейді. Әне. Маңызды ғой біздің қазақтарға. Сондай жерлер маңызды өзі. Қанша жаста болам, түрім қандай болады, шашым қандай болады. Өзім баяғыда өзі брюнет едім, кейін блондинка болып кеттім. Сол блондинкамен тірілем ба, брюнетпен тірілем ба? Екі күйеуге тиіп едім. Бірінші күйеуіммен қосылам, жүрем қасымда, жоқ. Екінші күйеумен қосылам ба? Үш қатын алып едім, қай қатыныммен болам деген. Бізге осы моменттер қызық та. Құрметтілер. Қайтесіз, қанша жаста болыңыз? Біреу 30 жаста дейді, біреу 25 жаста дейді. Әртүрлі. Ол маңызды емес. Сол күйде Құдайдың алдына тұрғанда, мына екі бетіміз тілініп, ұятымыз ашылып, Алланың Саттар деген есімі бар. Жасырушы болып тұрылуы сол маңызды бізде. Бізде сол маңызды. Ұстаз қатты қорқамын бала босануға дейді. Қорқпа, бәрі қорққан. Бәрі қорқып босанады. Бұл тез ұмтылатын ауру. Ұстаз намазды қалай бірінші орынға қойға болады? Күнәні азайтумен. Жиі ауырамын, әр қашан көңілді жүрге тырысамын, сақтанып жүрем, дұға қылам, дұрыс дейді. Бір больницадан операция бір аптада болды, неге екен дейді. Дем салдырыңыз больницадан шыққаннан кейін. Ұстаз, туалетте китеп оқыса емне болады дейді. Туалетте китеп оқыбайды. Туалетный бумаган оқы. Қатты еле оқуғын келсе, туалетный бумаган оқысайшы. Яғынан дезодорант болады қой. Ошо дезодорант, морской бриз деген, ошон оқыш керек. Оқый тұрған болсаң. Башқа жерде туалет китеп оқитын жер беле. Ал емне, саға прикол керек бе? Иә. Ошо жерде ойын үшін шылдыңдау болса, қазір сен мені шылдыңдап атсаң, сен биліп алған, динмен шылдыңдап атасың. Ошо динменен шылдыңдаған үшін Құдайым башына бір бәле жіберіп қойбосын. Ошо ойнан. Эми ошондой адатың болсо, туалетте китеп окуп турган, ал ошо китеппенен жийин кирип кетиши ыктымал сага. Андай кылба жаным. Ал күнөө болот. Шылдыңдаба. Дин ал аманат, Алланы аманат, шылдыңдап ойной турган иш эмес жаным. Қайтыс болған жерге түскенше қарызын төлеу керек пе, әлде жерленгеннен кейін де бола бере ме? Жоқ, жерленбей тұрып төленген жақсы болады. Құптан намазы кірген уақытынан кейін қай уақытқа дейін оқы болады? Таң намазына дейін оқы болады. Дос, қыздарға үйленші қалжыңдап келісім берген, бірақ молдаға барып бұзайық десем қумаш дейді. Түсінбедім. Қырғызсыз ба дейді? Жоқ, қазақпын. Құран хатым оқытқан қабыл бола ма дейді. Әлбетте қабыл болады. Алла разы болсын. Алматыдасыз ба дейді. Бүгінше Алматыдамын. Ұстаз, дұрыс сұрақ қойыңыздаршы. Рахмет. Алла разы. Нұрлан аға, как высчитать закат? Женщина может давать закат ради довольства Аллаха. Женщина имеет право давать закат при том условии, если она является владельцем определенного имущества, которое соответствует нормам закята. Есть так называемая мера. Эта мера является границей для мусульман, то есть разделенная мера от богатого к небогатому. Вот примерно этот раздел имущества есть. Вот это когда раздел в переходе к категорию богатого, соответственно, будь то женщина, будь то мужчина, будь то ребенок, соответственно, даже шейхуль фани, то есть слабоумный тоже, если ставляется хозяевам имущества определенно, он является таким человеком, который должен выплачивать закят. Закят, если дает женщина, разницы нету, есть на то условие 2,5%, либо от 41 выдается. При условии, если есть ваше имущество, оно является движимым, либо недвижимым, вы имеете право давать закат. Если вы самостоятельно зарабатываете, эта зарабатываемая сумма превосходит этот михдар, то есть это планку, вы должны будете дать закат. Закат выдается, самое главное, родственникам. Это в первую очередь. Нельзя давать закат в Африку. У нас как-то часто принято в Африке копают колодец, пишут имя от такого-то, такого-то.
Это нельзя так делать. Закят выдается самым близким родственникам. Закят не дается родителям, деду, отцу, прадеду, и не дается сыну, внуку и правнук и так далее. То есть вверх и вниз. Соответственно, дается брату, сестрам. То есть, чтобы укреплять семейные узы, соответственно, дается закят. Само слово закят дословно переводится очищение. Қарыз садақа, қарыз болып садақа берген дұрыс па дейді. Қарыз егер ұзақ уақыт қалынған қарыз болса, және мекеме сияқты болатын болса, ода тұрған ештеңе жоқ. Ал енді адамға қарыздар болады, қашып жүргендер олардың өтпейді. Оларға қарыз берген, қарызды қайтарған дұрыс па. Аутисттер намаз оқымаса сұрала ма? Жоқ, сұраламайды. Аутисттердің өзіне жеңілдік бар. Ол ДЦП, олардың барлығына Алланың жеңілдігі бар. Мүмкін бірде оқып, бірде оқымай қойуы мүмкін, даун, сол сияқтылар кішкене, яғни ақыл есі кемдеуге ешқандай мәселе жоқ. Әке анама Ықылас сүресін қанша рет оқысам оларға тиеді? Қанша рет оқи аласың, сонша рет оқы. Оның планы жоқ жаным. 20 рет оқы, 7 рет оқы, 3 рет деген план жоқ. Күйеуім зина жасаса, бір әйел артынан қалмайды, не істесем болады, кетіп қалсам бола ма дейді. Или кешіру керек пе дейді. Енді сен кешірсең де Құдайдың сұрағы болады оған. Бірақ мен айтқан болар едім жаным, осы жерде талай қарындастар күйеуінің әрбір нәрсесін тере берсе, онда бұлардың өмірі болмайды жаным. Кетіп қала беретін еді бәрі. Су ағады, тас қалады, әйел қалады, жолда қосылған жолда қалады дейді қазақ. Сондықтан жаным қойындар. Егер ол заңды некеде болып қалса не істейсіз? Ол Алланың алдына аманаты болуы мүмкін. Сол үшін мен айтқан болар едім сізге. Оны аңдымаңыз. Құдай оған санай берсін. Шын адамға крема, тема. Екі пікірде дұрыс. Екі пікірде дұрыс. Көмегіңіз керек, ата-анам намазға рұқсат бермейді. Үйде сондай тема бастасам, ұрысады, не істесем болады, дұрыс жауап беріңізші дейді. Қарындасым нешедесің сен? Нешедесің? Ұстаз, үйленейін деп жүрмін, дұрыс қыз таппай жүрмін дейді. Қайдан тапсам болады дейді. Дұрыс қыз дейсің ба? Сен өзіңді дұрыспын деп есептеп тұрсың ғой, сонда. Қыздар да дұрыс жігіт іздеп жатыр жаным. Дұрыс деген параметр қандай сенікі? Мәселе сода. Аяғы дұрыс, миы дұрыс, қандай дұрыс өз? Ешкім өзін жындымын деп есептемейді, бәрі өз ақылды. Қалай ойлайсың? Енді қазір не жерде уже қара, 2400-де қазір адам азаяты сенің аккаунтыңа кірет бәрі. Көрейікші, қандай бола өзім, дейін дұрыс па деп, қыздарын ұзататында бәрі көріп жатыр туған. Сен жазып қой, осындай в активном поиске деп жазып қой, статусыңды өзгертіп қой. В активном поиске жену ищу деп жаз, өз параметріңді, түріңді, салмағыңды, весіңді, предпочтениелерің бәрін жазып қой, болды. Иншалла үйленесің. Еркекке үйлену қиын емес жан. Мұнда қыз балаға кішкене қиындау. Бала жататын манежді отпен аластауға бола ма? Болады. Ене кет десе, өзі кетсін, оған қанша келін алып келсе де жақпайды, сол үшін қыстырма сөзін дейді. Ассаламағалейкум дейді. Ауырғанда крион қолдануға бола ма? Өйткені крионда шошқаның биоматериалдары өндіріледі. Ішпеймін десем дейді. Обострение болады. Қоса дәрігер дейді. Айналайын. Өзі ереже бар. Шариғат бойынша адамның денсаулығын сақтау үшін арам нәрселерден пайдалануға болатын үкім бар. Аштан өліп жатсаң, денсаулығыңа қажетті. Мысалы, еркек гинеколог. Сен өліп бара жатсың. Қаралу керек әйел кісіге. Бала босанайын деп жатыр, не істеу керек? Жоқ, мен еркекке көрінмеймін, сен өліп қалмайсың ба? Біріншіден. Екіншіден, дәрінің бір крионға өмір тірелмейді. Крионның білесің ба қанша мыңдаған түрі бар бізде. Аптекаға барсаң, фармацевттер бар. Жәнін шығарып тұрып жазып береді саған. Крион жақпайын десең, басқасы бар. Одан басқасы бар. Жұтатыны бар, ескейтіні бар. Тола. Бізде аптека тола. Сондықтан ол бүйтіп именно соған байланбасаңызшы.
проблема іздемеңіз. Аллах Тағала одан құтқаратын жолда тауып береді, Құда қаласа. Намазда сәждеде өмірден өткен адамдарға дұға етуге бола ма? Болады, нәпіл намаздарға, тахаджудте. Ұстаз, өзім Жетісай, Мақталы өңірден боламын. Ең үлкен 10 мың адамның жағдайын түзейтін бизнес жоспарлап отырмын. Іште қайталап отыратын қандай жақсы дұғалар бар дейді. Күшті екен. Бір бизнесті санап кеп тұрып, осындай бизнеске достойный дұға бер деп тұрсың сен. Асанда 10 мың жаңағы сен айтқандай оборотты төмендерге простой дұға керек қой. Оборот демен оған сен дұғаң кішкене жоғарырақ бола ма де. Жаным ау. Бір күні бір қызық оқиға айтып берейін. Тарихта Мұса деген пайғамбар еткен. Сол Алла Тағаладан сұрапты. Я Алла, менің өзіме айтып жүретін бір дұға, бір зікір, бір өзіңді алатын нәрсе үйретші депті. Алла Тағала ла илаха иллалла депті. Сон Мұса ойлағапты, мен дұрыс жеткізбедім ау деймін. Я Алла, маған өзіме собственный личный дұға берші депті. Сон Аллах Тағала қайталапты, ла илаха иллалла депті. Сон Аллах Тағала айтты, Мұса айтыпты, елдің бәрі біледі, ол ла илаха иллалла, елдің бәрі біледі. Маған өзіме именной, собственный бір нәрсе керек дегенде, Аллах Тағала үшінші мәрте ла илаха иллалла депті. Содан Аллах Тағала хадис құдиси жалғады дейді. Жерді, суды, аруақтарды, барлық нәрсені таразының бір бетіне қойсаң. Ла илаха иллалла деген калиманы таразының бір бетіне қойсаң, еш нәрсе басамайды деген. Жер бетінде бір сөз бар. Оны айтқанда екке тимейді. Ла илаха иллаллах дегенде мына ерінге тимейді екен. Алланың құдіреті. Сондықтан, ардақтым, оқи бер. Мұсылман қорғаны деген бір жақсы кітап бар. Дұғалар кітабы бар. Подряд оқи бар. Жоқ, маған мынаның керек жоқ. Мынаушы, ондай менің оборотым ондай емес. Мен оборотым кішкентай, мен әлі слабый дұға оқимын десем болмайды. Алла Тағаладан сұрай бер. Алла саған одан да зорын береді, жаным. Оқи беріңіз. Өз-өзіне қол жұмсаған адам үшін дұға жасап кешірім тілеудің әбестігі жоқ шығар. Әлбетте. Онда біз таңдаймыз ғой. Мен мынаны дұғаны қылам, мынаны дұғаны қылмаймын, мынаны дұға қылмаймын дейміз. Ондай жоқ, жаным. Үйде 24 сағат орамал тағып жүру мүмкін емес қой, бір бөлмеде тұрмыз. Әлбетте. Біздікі үйге емес, сыртқа тағу керек. Түнде басқа орамал тағу керек пе дейді. Далада тағу керек, үйде қажет жоқ. Бізде нағы осындай істерсіздер. Үйде бүйтіп жүруге боламын. Үй өзіндікі. Просто шторка, жалюзи деген бар шығар, үйде соны жабу керек. Ана даладағылар бүйтіп қарап көріп қалмасын, сәзеттер дүрбе алып қарап тұрмасын. Күйеуі мен әйелі жұмыс бабымен 3-4 ай бірге тұрмаса, некесін жаңарту шарт па? Ондай сөз жоқ, Марал. Ондай сөз жоқ. Бірге тұрсын, бірге тұрмасын, неке бұзылмайды, неке қиылмайды. Өмір сүре береді. Тек қана жаңағы әйел, еркек күнәлі болады. Әйелдің ақысын бермеген үшін. Қызым 17-де студент, орамал, енді практикаға еш мектепке қабылдамайды, не істеуге болады дейді. Орамал парыз, Алланың әмірі. Енді көріңіз, директорлермен сөйлесіп көріңіз. Бар, алхамдулилля, жақсы мектептер бар, жақсы ұстаздар бар. Ұстаз, ассалаумағалейкум дейді. Шымкенттен дәрігер Мұратбек ініңізбін. Өскеменде сүндет жасаған дейді. Өскеменде сүндет жасаған, мен жасаған. Кішкене сауатты жасаңыздаршы. Айтпесе, оқығандар оқып имамға сүндет жасаған деп. Өскеменде мешіттің ішінде сүндет дейтін бөлме ашқан біз. Түсініктірек айтып кетейін. Мешіттің бір бөлмесіне балаларды сүндет дейтін бөлме ашқанбыз. Соны біраз дәрігерлер шақырғанбыз, сол дәрігер болу керек, мен жаңылмасам. Ұстаз, күйеуіммен ұрсып қалдық. Ашу үстінде талақ десе не болады? Неке бұзылады? Бірақ қарап көру керек, қандай сөз айтты. Баласы бар әйелге үйлену туралы шариғатта қандай үкім бар? Ешқандай үкім жоқ.
талағы түскен болса ешқандай үкім жоқ, үйлене алады, бірге өмір сүре алады. Бірақ бұл жерде жауапкершілігі 2 есе көбірек болады жаным. Баланы орамалсыз емізуге бола ма дейді. Болады. Ат-тахиятты ұмытып қалып еске түсіру үшін қайталап отырып қалса саху сәжде керек пе дейді. Тамаша сұрақ. 3 субханалла дейтінде уақыт тармаз деп қалсаң, тоқтап қалсаң, мысалы деп тұрып қалсаң, субханалла, субханалла, субханаллах деп тоқтап қалсаң, осынша уақыттың көлемінде тұрып қалсаң, сәжде сәу керек болады. То есть намаз деген құлшылықтың ортасы үзілмеген, без паузы оқу керек та. Күн суыған соң жұмыс орнында дәретілетін жағдайы жоқ, не істеуге болады дейді. Қандай жағдай жоқ? Мен айтыңызшы, соған қарай мен сізге айтып берейін. Ұстаз күйеуімен қатты ұрысып қалдық, 3 рет талақ берді, аяғым ауыр кезде, енді не істерімізді білмей жүрміз. Мешітке барыңыздар, мешіттегілер дүз қайтты. Саху сәжде деген намазды түзету сәждесі деген сөз. Намаз оқымай, о дүниеге барса не болады, бірақ өмір бақи жақсылық жасап өтсең дейді. Қияметте ең бірінші жақсылық ол намаздан. Айналайын, намазды бетіп айланып өтіп мүмкін емес. Бір кісі менен сұрайды, мен намазды оқымай, просто тәсбih тарта берсем бола ма? Субханалла, субханалла, субханалла. Бірақ ол да садақа береді, өзі жақсы адам өзі. Соған айтылған сөз да. Егер сен туылғаннан тәсбih тартсаң, роддомда тартып бастадың, сол моргқа дейін тарттың. Өзің 120-ға келдің. Сол тәсбihні жинасаң, басыңды бейтіп бір рет сәждеге қойғанға жетпейді жаным. Ар жағын өзіңіз шығарып алыңыз есебін. Ене бөлмеге кірген туралы айтыңызшы, пожалуйста дейді. Жаным, сен енеңді сындыра бергенді қойсаңыздаршы. Сіздер ана орыста бір не наглей деген сөзі бар. Бетіп қатты кете бермесеңіздерші. Ене үйге кіріп кете беретін болса, бөлмеге күйеуің екен жатқанда, күйеуіңнің құлағын бұрайсың. Барасында защелка деген болады. Базарда 270 теңге тұрады. Ең арзан оптовый жерге барсаң, 270 теңгеге мынандай защелка аласың. Или кілтін алып ал да, үйдің ішіне түнде кіргенде есік құлтап қойыңдар. Бұл кіре алмайды ене. Ұрыспайсың, ене өзі тақылдатады дейді. Соң как раз киініп барып, мама, не болды деп бүйтіп тұрасың. Енді, конечно, сен есікті жап, өзіңе мықты бол дейді, көршіні оры тұтпа деген жақсы сөз бар қазақта. Өз заттарыңа өзің ие бол. Сенің затың не жерде шашылып жатса, мына затың не жерде шашылып жатса, соны біреу ұрласа қымбат бриллиантыңды, ол күнәлісі болады, бірақ оған жаза ретінде қол кесілмейді шариғат бойынша. Неге? Өйткені ол үйдің ішіне кіріп, есікті сындырып ашу керек. Сондай ереже бар бізде. Сіздер тұрған жерден шашылып жатқан дүние, ол сіз өзіңіз себепкерсіз. Өз қандай жақсартылған сөз. Өзіңе мықты бол, көршіңді ұры тұтпа дейді. Болды. Сіз повод бермеңіз. Енең спальняға кіріп кетсе, болды бейт. Защелка сатып ал. Енді китайский мощный ене болса сындырып жіберу мүмкін. Пожарный сияқты итер жібереді. Соған бір қатты защелка ал, ашамайтын, аяқпен тебетін. Вот сол кезде жақсы болады жан. Болды. Сол проблеманы сөйтіп шешесің. Әйтпесе тұрып алып, еще просто кіріп отырып алама. Оны бөлмеден шығарудың жақсы жолы бар. Тағы да лайфхак үйретіп қояйын. Егер енең сіз жатқан бөлмеге кіріп кетсе, сендер шығып кетіңдер. Соң өзі отырады, ары қарайды, бері қарайды, нағараңға бір нәрсе сатып алған ғой деймін деп, ары шығайды, бері шығайды. Өзі енелер болады сондай. Контролер, өмір бақи бухгалтер болған, тексеріп бәрмейді. Сен шығып кетіңдер. Енең кірген кезде сен шығып кет, сен де отыра берме. Конечно, отыра береді ол. Болды. Сен шығып кеткенде ол былай қарайды, сенің ана косметичкаңды қарайды, сумкаларды қарайды, сурмаларды ашып қарайды, болды. Сон кетеді. Сен де былай тығып үйрен, сейф сатып ал, үйтіп тығып, ана көрпелердің астына тығып заттарыңды үйрен, болды. Болады сондай енелер, білеміз. Кіріп алып қарайтын болады. Қоянды бисмиллахсыз сойса бола ма? Әдейілеп бисмилла айтпасаң жеуге болмай қалады. Егер ұмытып кетсең, іштен кетпейді. Енді енемен жағаласпа. Неге кіресіз деп қолың бүйтіп таянып алып. Біздің өзіміз спальный, мен өзім үйім болу керек. Мен ғана, ол Америкада айтады. Ол американецтер айтады. У меня своя вот не дейді.
өзімнің мынандай пространством болады дейді. Мен пространство, ол Америкада. Біздің қазақта пространство жоқ. Кіре береді бізде бәрібір. Оған кішкене уақыт керек. Оған басынан керек. Басынан сен бүйтіп кішкене мынандай, енді сен қатты праваны бүйтіп қаштайтын болсаң, сол кезде болады. Оған да келесің, асықпа. Мен мұғаліммін. Орамал тақым келеді, бірақ бізде директор тіпті білім бар қарсы дейді. Жұмыс тапсыруыңызға тура келеді, көріңіз бірақ. Кейбір сұрақтардың жауабын өздеріңіз жақсы білесіздер да, соны әдейілеп қоясыздар. Енелер жастардың бөлмесіне кіруге болмайды, ят емес пе дейді. Оны сен анау күйеуге шыққанда айтасың, Құда қаласа. Бала шыңғырып жыласа, жайдан жай шыңғыра береді, не істеу керек? Докторға көрсету керек. Доктор ештеңе таппаса, дем салдырыңыз. Ұстаз, берген уәдені орындай алмасаң не істеу керек? Алмасам, түсіндіру керек, айту керек. Қорғасын құйып тазалау сәл дұрыс нәрсе емес. Одан кейін енеге сөйлесетін сенің қасыңда адам жатыр. Соның құлағын бұра. Түнгі сағат 2-ден 20 минут кеткенде бастайсың, соңын 3:20-да бітіресің. Түнгі әсерлі уақыт сол. Түнгі 2:20-да жайлап айтасың. Енді маманы жақсы көреміз біз. Мама өте жақсы. Бірақ сол спальняға кіріп өтіп, Руслан, айтшы, Ғабит сөйлесші дейсің. Соң Ғабит өзі барып, мама, емесе папа деп өзі сөйлеседі. Енді ұят қой деп өзі сөйлеседі. Ол мамасының тілін табады, жақсы табады екен. Екеуі мафия олар. Сен табау үшін кішкене сені жамандау керек. Сені жамандап барып айтса жақсы болады. Жігіттердің сондай методикасы бар. Мамасын қарату үшін әйелін жамандайды кішкене. Сен де төркініңе барғанда біраз сүйреп тастайсың ғой, біраз адамда. Солай болады. Сен жамандайды, соны жарайды мейлі деп, соны көңіл табады. Ахай, не можешь успокоиться, да, бывает. Қайтыс болған адам түске кірсе, бір нәрсе айтқысы келгені ме? Құран оқып дұға қылу керек. Ұстаз, зікірді санамай айтса болады ма? Болады, санау не обязательно. Парыз намазды оқып жатып, 3 рекат қосымша сүре оқып қойса, 3-ші рекатта қосымша сәжде саху керек болады. Өйткені кешігіп жатыр. Некоторые енешки ревнуют, да все они ревнуют. Ұстаз, шаршасам да бессонница көп болады. Денсаулығым дұрыс болса, психологқа барып қажет пе? Барып көріңіз. Ұйықтататын психологқа барып көріңіз. Ішуді қалай қоям, нәпсін тыю қиын. Сіз неге барыңыз? Өзіңде бір талпынған қоям деген кезде бір кішкене шыдағаншы барып, сол молдаға дем салдырыңыз. Білетін сауатты кісіге барсаңыз, жәрдем береді сізге. Нәпіл ораза жайлы айтыңызшы, күндері уақыты тура сол уақыт таң намазында ішіп боласыз, кешкі ақшам уақытында ауыз ашасыз, телефонда сәжде кезет деген приложениені қойып алыңыз, болды. Нәпіл ораза қалаған күні ұстай бересіз, тек қана жұма күні ұстау макрух болады, әдепсіздік болады, бірақ басқа күні қалаған уақытында ұстай бересіз. Құнут дұғасын жаттай алмай жүрмін. Алдыңызға қағазға жазып қойып қарап оқи беріңіз. Калима айтқанда көп есінеймін, ол неден? Сыбырлап айтыңыз калиманы. Калима айтқанда егер қатты қоймай жатса, кішкене жынның яки көздің әсері бар сізде. Ұстаз, боянғым келмейді, қас кірпікті май жағу арқылы өсіру дұрыс па дейді. Дұрыс, өскені дұрыс. Сәжде саху деген тоқ түсіндіріп айтасыз ба? Намазда 3 себеппен сәжде саху істелінеді. Бірінші, уәжібі қалса, парызы кешіксе, уәжіп кешіксе. Осы үкімдерді қараңыз, мен ол туралы осы жерде аккаунтымда видео бар, түсіндіріп айтқам ұзақ. Қарағандыға иншалла алдағы уақытта ниетіміз, алдымызда аптада ниетіміз бар, билеттер алынып қойған. Алдағы күндерде Малакул Маут пен Азраил екеуі бір періште ме? Жоқ. Малакул Маут ол Азраилдің қызметшілері, өлім періштелері деп айтылады. Алдағы күндерде Нұр-Сұлтан қаласы, Астана қаласы. Талақ
Деме үйіңе кет десе, талаққа жатама, үйіңе кет дегенде барып ашуыңды басып кет, барып кел деген сияқты ниетпен айтса ештеңе болмайды. Егер ажырасу ниетпен айтса, неке бұзылады. Мен намаз оқимын, күйеуім арақ ішеді, аптасына 1-2 рет, қалай қойдыруға болады? Дұғаңызбен қойдырасыз, Құдай өзіне санай берсін. Кейбір үйлерге келгенде есіне берем, аят дұға оқыңыз. Жайнамазда бір түрлі суреттер бар екен, оқи берейін бе дейді. Бір түрлі суреттер болса, үйдегі жайнамазда сондай өз, шайтанға жаман ойласады. Кейде бір жайнамазға қарасаң, мынандай бір мүйізі бар, анаконда, бір нәрселер шығады. Оны битесің. Ондай вариант жақсы. Платочек бар ғой, мұрын сөтетін платочек. Соны аласың. Жаңа сурет шыққан жерге бүйтіп қоясың. Соны осының үстіне оқи бересің. Егер ұмытып кетсең, бітеп оқып тұрған кезде мына жерден шайтан, жаңағы Николай Басковтың суреттері көрініп қалса бүйтіп, жаңағы Джаконданың суреттерін, картина бар, Джаконда деген әйел. Сол Джаконда көрінсе, онда мына жерде көрініп тұрса, көзіңді кішкене былай қарап оқи берсең бола береді, ештеңе етпейді. Ойың бұзылып жатса, былайырақ қарап оқи берсең болады. Или мына жер болса, бүйтіп стенаға қарап оқи берсең ештеңе етпейді. Тек қана макрух болады, аспанға қарау. Аспанға қарама, бүйтіп алдыңа қарап, стенаға қарап оқи бер. Именно саған қарап, Джакондан тауып алма сенде. Баяғыда біреу айтады, ана жаққа қарасам крест, мына жерге қарасам крест, мешіттердің есіктердің бәрі крест, мешіттің минбарына қарасам крест, мен анау тұрып сөйлейтінім бар, сөйтсем, мына жерде де крест, барлық жерден крест көреді екен да өзі. Бүйтіп тақия кисең, мына жерде де крест, барлық жерде крест. Сонымен айттым, сен крест таба беретін бала екенсің десем, иә дейді. Сен бүйтіп, сен штанды шешіп оқы дедім, шалбарыңды дедім. Неге дейді? Шалбарыңның ауы да крест, мына жағынан тігілген, еще алдынан артынан тігілген. Кресттің көз сөз дедім. Онда сен шалбар шешіп жалаңа бір тоқу керек болады ғой. Онда болмай қалады. Сондықтан ондай сөз жоқ жаным. Ойлана, накручивать етіп айландыра берме бәрін. Күйеуіме айтпай, өз табысымнан садақа берсем болады ма? Болады. Өз ответіңді өзің беріп тұрсың. Менің табысым деп тұрсың. Ол сенікі, оны сен өзің білесің. Күйеуіңдікінен рұқсат алып беру керексің. Оразаның қарызын өтемесе, ораза парыз ораза болады. Парыз ораза 3 түрлі. Рамадан айының оразасы, Рамазанның қарызы и және Рамазанның кафараты. Осы үшеуі де парыз. Демек, ұстау керек деген сөз шығады. Ұстаз, бір баланы жақсы көремін. Қалай айтсам болады, ол мені жақсы көретін қайдан білемін дейді. Өз ырбыңдайды саған. Сен бүйтіп қара оған, үмітпен қара, өзі көзін бүйтіп жылтырап бүйтіп. Бірақ ауру болып қалуы мүмкін, мына жағында нерві судорогасы болса, сен ойланып қалуы мүмкін көзін қысып жатыр деп. Сен өзі нешедесің? Сен күйеуге шығатын жасың болса, барып айт оған прямой. Егер жас қыз болсаң, ең бірінші махаббат басталады партадан деп, партада махаббат болса, ештеңе айтпай ұят болады. Сен сабақ оқы қызым. Сен сабақ оқы. Ол анау бірінші сезімін үлкен апайлар айтады. Өзі анау кішкене плотно отыруға жақындағандар. Сен жаным сабақ оқы. Сен жас қыз сияқтысың ғой айтуыңа қарағанда жаным. Сен махаббат өзі келеді. Сезімің оянып кетсе масқара болады. Сезімді оятпа жаным. Сен сабақ оқы. Ұстаз, Алла қаласа тұрмыс құрайын дегем жақында, қандай кеңес бересіз дейді. Уайымдап жүрмін. Тезірек күйеуге шық. Кеңес өзінен өзі келеді. Сен қазір кеңестің бәрін алып аласың, сен күйеуге шықпай қалуы мүмкін. Сен бірінші күйеуге шық жаным. Содан ар жағын көресің. Біздікілер жаңа переживать етіп жүреді да, сен бірінші күйеуге шығып ал жаным. Сонымен өзінен өзі практика, тәжірибе өзінен өзі келеді. Қазір біз саған бәрін үйретіп қойсақ, содан кейін сен бәрін қорқытып қойсақ, 28-демін, күйеуге тию керек. Онда кете бер жаным. Көзіңді жұмды артқа қарама. Кете бер. 28 екенсің. Бағың ашылсын жаным. Ұстаз, Қағбаны көру жайлы айтсаңыз, 1055 рет сұрадым дейді. Тамаша. Қағбаны түсімде көру екі нәрсені білдіреді. Біріншісі, сол Қағбаға баруды білдіреді. Екіншісі, үлкен бір уайымды құтылуды білдіреді жаным. Қайсына жорысаң сол болады.
парыз намазда имамның оқыған іштен қайталап тұру дұрыс па? Негізі Ханафи мазхабында дұрыс емес, бірақ басқа мазхабтар оқысын деп айтылған жерлері бар. Оқи алады деген. Ханафи мазхабында имамға ұю уәжіп, оның үстіне Құранның аяты келеді бұған. إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. Құран оқылғанда тыңдаңдар деген, тыныш үскүт, тыныш тұрыңдар деген бұйрық бар. Осыны алып келеді. Одан кейін имам Ағзамның уақытында бір қызық оқиға болған. Адамдар таласып келген. Бұл негізі даулы мәселе, сіз сұраған мәселе. Бұл даулы мәселе. Біреулер болады дейді, біреулер болмайды дейді. Бұл жақсы мәселе, жақсы сөз болған. Сонда имам Ағзамға біраз группа келген, шулап. Атақты имам ғой енді. Сіз сұраққа жауап беріңіз дейді. Не болды дейді. Имам оқығанда дейді, имамға артынан тұрып оқуымыз керек па, жоқ оқымауымыз керек па, не істеуіміз керек дейді. Сол кезде имам Абу Ханифа рахимахулла, Алла кісіден разы болсын, тұрып айтқан. Сіздер сұраққа жауап беру үшін мына шумный болып тұрсыңдар дейді. Бұлай болмайды, айғай-шу. Бірақ адам сұрақ қойсын, мен бөлмеме біреуін кірді, қалғандарың далада тұрыңдар дейді. Жарайды, ішінен бір қарны шыққан, сақалы бар, түрі әдемі біреуді кіргізеді. Сен барып сұрап кел дейді. Сен жауап бізге айтасың дейді. Сенімді екен. Ол ішке кіреді. Ішке кірген сұрақты сұрайды. Имам дейді, сұрағымыз бар дейді. Имамға ұйығанда артынан имаммен бірге оқу керек па, жоқ үндемей тұру керек па дегенде жауабын өзің беріп тұрсың дейді. Қалай дейді ғой? Далада 20 адамға сен сөйлегенде не істейді дейді. Аузын жауып тұра ма дейді. Иә дейді. Жауап осы дейді. Яғни бір адам сөйлегенде дейді, бір адам тұрғанда қалғандары үндемей тұрады деп жауап берген. Сондай ереже. Әйел адам жұмаға бара ала ма? Бара алады, орны болса, мешіттерде орын болса бара аласыз. Бірақ барған кезде кішкене дұрыстау киініп барыңыз. Ұзын көйлек. Әйтпесе біздікілер тақ-тұқ неше түрлі киеді, бәрін көз бет айланып кетеді. Дұрыс емес. Түс көру дұры жүріс па дейді, дұрыс. Жори алатын адам болса түс жорған да болады. Түс пайғамбарлықтың қалған бір белгілері. Жаман ойлау ойлай беремін. Жаман ойларды ойлауды шығару үшін жүрекпенен миды тазалау керек. Оны не тазалайды? Оны дұға тазалайды, оны зікір тазалайды жаным. Адам өз-өзіне қол жұмсаса, Алла оны кешіре ме? Егер қазір сау адам жұмсаса кешірмейді. Баяғыда өлгендер болса, оларға Алланың рахымына табыстап қоямыз. Түсіме соңғы уақытта ақыр заманның белгілері көп кіретін болып жүр дейді. Сізде өзгеріс жоқ, өміріңе өзгеріс кіргізу керексің. Мен түсімде мешітке шашып барып, бір қыз маға жолық берген еле, алдына хиджаб келегім еле. Ошо да енді саға ки деп атады, жолық салын деп атады, саға жолық башыңа киішін керек дейді. Ошоны Аллахым сені жақшы көріп, саға түшіңді еле көргөзіп атады. Түшіңді еле көргөзіп жатқанда емне қылыш керек? Аллах Таала жақшы көрген адамына ошондой бір рахмани, илахи түштер береді. Ошо түшүдің менен жақшы эле ата бабамыздан қалған сөз бар го. Иши жақшының түшү де жақшы болот дейді. Яғни ишиңе қарашың керек. Эми Кудайыма жаға тұрған бір жақшы ишиң бар сенің. Бір дегенде бір өле мәселе көптебе, бұл көптеле болушак деймал. Ошо өзіңе қарап, ошо жолықты салынса, жолыққа келсең, Кудайым саға бардық жақшылығын береді сеңдим. Ошондой. Неге мешітте жамағатпен оқығанда имамдар тез-тез оқиды? Намазым ол кездері қабыл болмай қала ма деп ойлаймын. Сол себеппен жеке оқимын дейді. Намазға қабыл болады, қабыл болмай қалса имам жауап береді. Сенің бөлініп жеке оқығаның дұрыс емес. Мысалы, сен жеке оқысаң, сәләфи кеп жеке оқса, таблиғи жамағат кеп жеке оқса, сопылар кеп жеке оқса, мен кеп жеке оқсам, онда мешіттің керегі бәріміз қырылысып бітшіт болмаймыз ба? Имам өзі жауап береді. Имам жақсы болса, өзіне жақсы, және артындағы жамағатына жақсы. Имам жаман болса, өзіне жаман, жамағатына жақсы. Үш қызым бар, төртінші қыз болады. Ерекше қыз туасың деп жатыр. Ол нені білдіреді? Түс па бұл? Әмин, солай болсын.
Ұстаз, имамнан бұрын оқып қойдым, енді мәкрух бола ма дейді. Намазды имамнан қалай бұрын оқып қойдыңыз, түсінбедім. Нет жаздым дейді, кешірім сұраймын. Қастың ортасын алуға бола ма? Қастың ортасы қасқа жатпайды, мына ортасын алуға болады. Ұстаз дейді, изменаны кешіруге бола ма дейді. 3 жыл жүрген жігітім басқа қызбен 2 ай бірге болыпты дейді. Үйленгелі жүр екен. Едік, тұрмысқа шығуға бола ма ондай жігітке дейді. Жауап беріңізші дейді. Алам деп атырмын өзі? Алам детсе бара бер жаным. Біріншіден. Екіншіден, сенікі 3 жыл измена, ол саған оның изменасы измена емес. Оның істі харам, бірақ ол саған әлі не емес, күйеуің емес, әлі неке жоқ қой орталарыңда. Неке жоқ болғаннан кейін ол саған подарка берген басқа ештеңкесі жүрмейді жаным. Бұл жерде сен қателесесің. Енді жасың келіп, қазақ айтпақшы көзің қарайып, алам деп тұрса, көзің жұмда бара берші соған. Изменасында бір нәрсесі болар. Түсімде бір үлкен жылан шағыпты дейді. Біреумен сөзге кеп қалсаң, артық кетпей қой. Балаларымызға азан шақырып ат қоймадық. Кезінде ондайды білмедік. Олардың өз баласы бар енді. Не болады? Ештеңе болмайды. Мүлдем түс көрмеймін дейді. Жақсы, тамаша. Түсіне қағбаны көріп жауап беріп қойдым уже. Сапар намазды қалай оқимыз? Вақта сапар намазға жата ма? 14 күн деп айтылады. 14 күннің ішінде аз барсаң, онда вақта неге кіреді? Сапарға кіреді. Және баратын сапарыңыз 90 километрден асу керек. Түске күйеуіңнен басқа адам қырындап тұрып, мен оған отказ бердім, ол нені білдіреді дейді. Үйдегі жағдайды білдіреді. Күйеуіңізбен ортаңызды білдіреді. Күйеуіңіздің туыстарыңызбенен ара қатынасты білдіреді. Денеге Алла деген жазу шықса, ненің белгісі дейді. Ештеңенің белгісі емес. Аллаға кел деген сөз, тәубеге кел деген сөз. Құран оқығанда есіне беру. Сиқыр яки көздің белгісі. Ол еснеу деген бесконтрольный еснеу. Өзің ие бола алмай қаласың. Неке қимай ЗАГСқа тіркелдік. Оталасқанымызға 18 жыл болды. Міндетті түрде қиылу керек. Қиған жақсы. Көңіліңіз тоқ болады. Бір түсті айтып едік, солай болды. Намазда еснесе, ештеңе етпейді, мәкрух болады деп айтылған жері бар. Енді сәл әдепсіздік, егер ито әдейілеп былай енді өзі келгенде еснесең, енді еснедің, ештеңе етпейді, бірақ бір ережесі бар, ауыз жабу керек. Еснегенде намаз бұзылады, бірақ жағдайда дауыстап шығарса, деп естейтіндер бар, ыңқылдап. Осылардың бәрі намазды бұзады. Әшейін ашты, аузын жапты, ештеңе етпейді. Адамбыз, еснейміз, пендеміз, Құдайдың берген жақсылығы, давление кішкене бүйтіп, ойнап секіріп тураланады, ештеңе етпейді. 10 күндік сапарда намазы толық оқуға бола ма? Барлық мүмкіндік жасалған. Имам Азам Абу Ханифа мазхабы бойынша намазды қысқарту міндет болып есептелінеді. Жағдай жасалса да, бірақ енді оқып қойсаңыз, ештеңе етпейді, қабыл болсын. Кредиті бар адамның кредитін жауап берсе садақа жата ма дейді. Әлбетте жатады. Әлбетте жатады. Енді ол қиыншылықтан құтқарып бердіңіз ғой. Бірақ бір шарт болу керек. Ол барып жақсы болды деп тағы екінші кредит алмасын. Как раз жамамай жүредім. Айфон өткенде біреу кепті маған. Кредитіме жәрдем беріңізші, енді сізді көреміз, анау мынау деп, ой күшті сөйледі. Соны бүйтіп тұрмын ғой енді. Жарайды, жәрдем берейік, енді ел бар, жұрт бар, көрейін. Сосын тұрдым да, сен кредит не үшін алдың дедім. Мені қараңызшы деп телефон көрсетеді, Каспийдің уведомлениясын. Сөйтсем iPhone алыпты. iPhone 14 Pro Max алыпты. Еще бәлемі гигабайт.
Сен iPhone алып қызығын көресің. Біз сен кредитін жауап беруіміз керек па дедім. Қызықсың сен. Егер сен әйел алдым, осындай қарыз болып қалдым, ата-анама больницаға операция қалдым десе, еще ойланатын нәрсе. Ал енді сенікі жаным. Сен iPhone аласың, қызық көресің, біз сонда сен кредитін жауап беруіміз керек па? Не деген сөз ол? Ол дұрыс емес. Ол дұрыс емес. Жалпы изменаны кешіру дұрыс па? Кешіру дұрыс. Кешіру дұрыс. Бірақ қарап көру керек. Кешіресің қай уақытта? Ары қарай өмір сүре алатын адам болсаң. Егер оның жәнін жеп, өзіңнің жәніңді жеп айта берсең, ол қиындау мәселе. Мешітте некесіз болмадық, мешітте некесіз, баламыз некесіз бола ма? Жоқ. Заксыңыз бар болса, иншалла сол. Үйде отырған әйелдің қадірі бола ма дейді. Неге болмайды? Қадір жұмысқа, қадір ақшаға, қадір беттің жылтырлығына, қадір ақшаға байланбайды. Егер сіз қадірді бір нәрсеге байласаңыз, демек сізді жауабыңыз өзіңіз, сен қадірсізсің деген сөз. Қадіріңді погон көтеріп тұр деген сөз. Қадіріңді кресло көтеріп тұр деген. Қадіріңді ақша көтеріп тұр деген сөз. Қадіріңді үйде отырсаң, қадірің түсіп қалады деген не сөз ол? Сіз сол үйге жар болып келгеніңіздің өзі қадіріңіздің барлығын көрсетеді алтыным. Алла түндеріңізге тыныштық берсін. Алла разы болсын. Ассаламу алейкум.